Саламатсыздар ма? Бүгін қараңыздар, өткен сабақта айттық, бірінші сабақта жалпы баланың сөйлеу тілінің даму кезеңдерін айттық. Дайындық кезеңі, сөйлеу тілі шыққанға дейінгі кезең, яғни дайындық кезеңі және сөйлеу тілі шыққан кезең. Сосын сөйлеу тілі шыққан кезеңнің өзі үшке бөлінді. Мектепке дейінгінің алдыңғы кезеңі, мектепке дейінгі кезең және мектеп кезеңі. Енді біз мектепке дейінгінің алдыңғы кезеңін айттық. Енді мектепке жалпы дыбыс қою ол 3 жастан басталады. Яғни мектепке дейінгі кезеңде басталады. Мен айта кеттім, с, з, нау. Яғни 3 жастағы балада с-ны, з-ны айта алмау мүмкін да? Мүмкін ол дыбыс мүлде жоқ. Ода бірақ сол с-ның, з-ның орнына ода ш дыбысы болуы мүмкін. Немесе ш дыбысы мүлде жоқ болуы мүмкін да, оның орнына с дыбысы болуы мүмкін. Яғни 3 жаста бір-бірімен өте қатты алмастырады. Бір-бірімен, яғни ол дыбыстар бар болып шатастырмайды, ол дыбыстар либо ш болмайды, либо с болмауы мүмкін. Ал және де 3 жасында р, л дыбыстар көбіне и, в ғып айтады дедім. Ол, яғни р, л дыбыстар мүлде жоқ, яғни оны и деп айтады, немесе в деп айтады. Ал 4 жасында мынау дыбыстар бар, с да бар, з да бар, бірақ екеуін сөзде айтқан кезде шатастырады. Және 5 жаста, 5-6 жаста р дыбыстарын, л дыбыстарын айта алмай жүреді. Енді қараңыз, сіздің алдыңызға 3 жастағы бала келді, 3,5 жастағы бала келді, балам р-ны айта алмай жатыр, менің балам л-ны айта алмай жатыр деп келеді. Сол кезде сіздің ойыңызда болсын. 3 жастағы балаға р дыбысын біз қоймаймыз. Р дыбысын қою жасы, яғни әр бала әртүрлі ғой, баланың жас ерекшелігіне де байланысты болады. Енді осы жерде основном р дыбысын 5 жастан бастап қойған дұрыс. Өйткені 3 жастағы бала ол туралы түсінбейді, яғни кішкене р дыбысын қою өте кішкене күрделі процесс, чем қалған ш, с дыбыстарына қарағанда. Кішкене түсініктірі айтайын десең де, оны бала түсінуге, яғни қабылдауы, баланың қабылдауы ол кезде әлі ерте болады. Сондықтан да 4 жастағы, 3 жастағы бала келіп, менің балам р-ны айта алмай жатыр, не істеймін деп уайымдап, осындай нені тудырып жатса, сіз айтыңыз түсіндіріп. Р дыбысы 5 жастан бастап қоюға болады. Немесе 4,5 жаста емес, 4,5-нан асқан екен, 4 жас, 8 айдан бастап уже қоя берсеңіз болады. Ал егер қыз балалар бір пысық, яғни егер түсіндірсең түсіне алатын қыздар, ұлдары бар болады деп балалар, оларға енді 4,5-нан 4-тен қоя берсеңіз болады, егер ол бала соны қабылдай алып жатса. Және мынау айттым, бірақ жаңағыдай ш, с, мынау ызың ысқырық дыбыстарды жаңағыдай 5 жасқа келіп, немесе 6 жасқа келіп айта алмай жатырса, онда не істейміз дедік? Міндетті түрде онымен уже жұмыс жасау керек. Өйткені ол уақытын өткізіп алды. Өйткені с, з, ш, ж дыбыстар жалпы 4 жастарында уже, 4,5 жастарда уже кәдімде қалыптастырып қою керек. 4 пен 5-тің аралығында сол дыбыстарды уже қалыптастырып қою керек. Яғни шатастырмау керек, алмастырмау керек. Осыны түсініп алсын. Көп ата-ана сұрайды, менің балам 4-те р-ны айта алмай жатыр, менің балам 3,5 жаста р-ны айта алмай жатыр, не істеймін деп, сол кезде осыны білсеңіздер болады. Яғни 3 жастағы, 3,5 жастағы, 4 жастағы балаға р-ны қою ертерек болады.